Саламатсыздар ма? Бұл оқушылар сарайының пікірсайыс кеңсесі. Бүгінгі күні біз пікірсайыс бойынша видео сабақтар шығарамыз. Енді бүгінгі тақырып бұл APF форматындағы спикерлердің функциясы. Осыған дейінгі видео сабақта біз APF форматының жалпы ережесіне тоқталып өткенбіз. Енді осы жалпы ережені тереңдете отыра әрбір аспектіге жеке-жеке тоқталып өтеміз. Сол аспектінің бірі ол спикерлердің функциясы. Енді кеттік. Спикерлердің функциясы дегеніміз не? Әр спикердің сөйлеуге берілген белгілі бір уақыт регламенті бар. Сол уақыт регламентінің ішінде әр спикер өзінің функциясына сай аргумент енгізіп, немесе аргументті құлатып, сараптама жасап, немесе алаңды ашып деген секілді именно сол спикер ғана істей алатын және істеуі керек міндеттемелер бар. Егер де ол міндеттемелер бұзылса, онда формат ережесінің бұзылуы және де ол позицияның ұтылуына алып келеді. Одан бөлек әр тарап өзінің функциясын барынша идеалды орындаса, және де қай тарап дұрысырақ орындаса, сол тарап жеңіске жетеді. APF-де 4 спикер бар. 4 спикер 6 рет алаңға шығып сөз сөйлейтін болады. 2 спикер оппозицияның екінші спикері, үкіметтің екінші спикері, олар тек бір-бірден ғана сөйлей алса, екі тараптың да лидері 2 рет сөйлеуге құқығы бар. Алғашқы әр тарап бір-бірден алғашқы рет сөйлеп шығады. Оны конструктивті бөлім деп атаймыз. Әр тарап бір рет сөйлеп шыққаннан кейін, ең соңында үкіметтің лидері бір рет, оппозицияның лидері бір рет сөйлейді. Оны біз сараптама деп атаймыз. Енді осы әр спикердің бір-бірін сөйлеп шыққандарына жеке-жеке тоқталып өтейік.